Саламатсыздар ма, оқушылар? Сіздің назарыңызға арамшөптер мен дәріс 11 арамшөптермен күресу шаралары, ұйымдастыру және сақтандыру шаралары. Арамшөп қарастырылатын сұрақтар: арамшөптермен күресудің негізгі әдістері, егістердің арамшөптермен ластануын төмендетуге бағытталған шаралар, арамшөптермен күресудің агротехникалық негіздері. Арамшөптермен күресудің негізгі әдістері: оңтүстік Қазақстан облысының байырғы суармалы жерлері жағдайындағы мақта егістігіндегі арамшөптердің түр құрамы мен олардың залалдану дәрежесінде 2010-2015 жылдары гербологиялық мониторинг жүргізілді. Ботаникалық зерттеулердің негізгі нысаны Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тәжірибелік алқаптары болды. 2010 жылы егіске дейін агротехникалық іс-шараларға дейін тәжірибелік алқаптары әр 1 шаршы метрде 51-ден 102-ге дана арамшөп болса, ал 2015 жылы 1 шаршы метрде 55-тен 118 данаға дейін арамшөптер болды. Бұл әрине үлкен және өте үлкен ластану дәрежесіне жататындығы дәлелденді. Сонымен қатар, бақылаулар нәтижесінде жоғарыда көрсетілген арамшөптердің 75,4% бір жылдық, 24,6% көп жылдық арамшөптер екендігі анықталды. Бақылаулардың нәтижесінде анықталғанда ең жиі кездескен көп жылдық арамшөптер ол саусақты қара шойыр, әлеп құмайы және жатаған кәдімгі қамыс, егістік шырмауық және жатаған бидайық. Ал бір жылдық арамшөптер көп кездесетіндері бұлар ол тауық тарысы, қызылша гүлтәжі, кәдімгі жұмыршақ, кәдімгі қара сұлы, ақ алабота және көптеген басқа түрлері. Ендігі жерлерде біз олардың негізлеріне кешірек сипаттама бере кетуге болатындығын мәліметтейміз. Енді саусақты қара шойыр ол көп жылдық тамыр сабақты астық тұқымдас арамшөптер қатарына жатады. Көбінесе шалғындықты аз сорланған топырақтарға тән. Мамыр айының ортасы мен маусым айында гүлдейді. Гүлдеу мен өнім беру күздің соңына дейін жалғасады. Ал мақта егістігінде саусақты қара шойырдың көктеуі наурыз айының аяғы мен сәуір айының басында басталады. Тағы бір айта кететін, ол тұқымнан өсіп шыққан арамшөп сол жылы гүлдеп өнім беруі мүмкіндігін айтуға болады. Ал көбінесе бұл арамшөп вегетативті жолмен тамыр сабақтары арқылы көбейеді. Тамыр сабақтары салыстырмалы түрде жердің беткі қабатында 20-25 см тереңдікте жатып, тығыз жер асты торын құрайды. Әр өсімдік 2000-ға дейін тұқым беріп, мақтаға өте көп зиян келтіреді. Құмай бұл да көп жылдық тамыр сабақты астық тұқымдас арамшөптер қатарына жатады. Мақта дақылының егісінде көп зиян келтіреді және көп кездеседі. Тұқымы мен тамыр сабақтары арқылы көбейеді. Жер бетінде өскіндері сәуір айынан көктеп шығады. Ал гүлдеуі бұлардың маусым айынан бастап күздің соңына дейін жалғасады. Вегетациялық кезеңі күздің бірінші суықтары аяқталады. Жер бетіндегі өскіндері 0 температурада өсуін тоқтатады. Бір өсімдіктің өзі қолайлы жағдай болғанда бірнеше мың тұқым береді. Тұқымдары жоғары температурада 20-25 градус Цельсиясында көктеп шығады. Сондықтан табиғатта олардың тұқымдары топырақ жетерліктей
қызғанда сәуір айында көктейді. Дегенмен де құмайдың көбеюі кәуділігі жағдайында вегетативтік мөлшерімен жүреді. Тамыр сабақтары топырақтың 40-60 см тереңдігінде дами алады. Ал негізгі тамыр сабақты топырақтың 20 см тереңдігінде шоғырланады. Ал кейбір қосымша тамырлары топырақтың 150-200 см тереңдігінде дейін бара алады. Егістік шырмауық ол көпжылдық арамшөп қатарына жатады. Тұқымы және тамыры арқылы көбейеді. Аса маңызды және жойылуы бұл арамшөптің өте қиын. Өте көп тараған арамшөп болып саналады. Бір өсімдігі 600-ге дейін өнімді жинағанға дейін пісіп, жетіліп, тұқым бере алады. Және ол ұзаққа созылуымен ерекшеленеді. Тұқымдары 1,5 немесе 2 см топырақ тереңдігінде өте жақсы көктеп шығады. Тұқымдары 3 жылға дейін өнгіштігі қасиетін жоғалтпайды. Шырмауық тамыр жүйесінің күшті дамуымен ерекшеленеді. Қолайлы жағдайлар туындағанда бұларға жеткілікті ылғалдылық және ауа мен тиімді температура шырмауық кіші бөліктерден үлкен алқаптарды басып таралуы мүмкін. Бұларда қолайлы жағдайлар туғанда енді бұлар көп таралып кетеді. Ал келесі арамшөп кәдімгі қамыс, ол көпжылдық тамыр сабақты арамшөптер. Сабағы тіке, жапырақтары ұзын, ұрығы дән. Мың дәннің салмағы 0,1-ден 0,2 граммға дейін. Бұлардың гүлдәжде 5-10 мың дәні болады. Дәншілердің өсіп шығуының ең төменгі температурасы 8-10 градус Цельсиясы болғанда. Ал енді қолайлы температура 14-18 градус Цельсиясы. Топырақтағы тұқымдар өнгіштігін 6-8 ай сақтай алады. Тұқымы арқылы көбейіп, қамыс вегетативтік жолмен тамыр сабақтары және жердің бетіндегі төселме сабақтары арқылы көбейеді. Тамыр сабақтары соңғы жағымен жер бетіне шығып, сабақ және жапырақ түсе алады. Егістердің арамшөптермен ластануын төмендегі бағытталған шаралар. Жатаған бидайы көпжылдық тамыр сабақты арамшөп болып саналады. Сабағы мен жапырақтары тіке, ұрығы дән, мың ұрықтың салмағы 3-4 грамм. Әр өсімдіктің тұқым өнімділігі 250-300 тұқым. Дәншерлердің өніп шығуының ең төменгі температурасы 2-4 градус Цельсиясы. Қолайлы температура 20-30 градус Цельсиясы. Дәні 5-6 см тереңдіктен өніп шығалады. Топырақта өнгіштігін 3-5 жылға дейін сақтап тұра алады. Тұқымнан бөлек жатаған бидайы вегетативтік әдіспен тамыр сабақтарындағы түймешектері арқылы да көбей алады. Тамыр сабақтары негізгі бөлігі топырақтың 10-12 см тереңдігінде жатады. Тауық тарысы біржылдық астық тұқымдас арамшөптер қатарына жатады. Тамыр жүйесі жақсы дамыған, биіктігі 1-1,5 метр, көп бұтақтайтын арамшөп тек қана тұқым арқылы таралады. Тауық тарысының бір түбінің өзі 13 мыңдай пісе келе шашылып, топырақты ластайтын тұқым береді. Жерге шашылған тұқымдары күзде өнбейді, ал қыстап шыққаннан кейін көктемде салыстырмалы түрде жоғары температурада топырақтың 12 см-ге дейін тереңдігінен көктеп шығалады. Қызылша гүлтәжі амаранттар тұқымдас біржылдық арамшөп, барлық дерлік жерлерге жақсы таралған, бұндай арамшөптер жақсы өнделген,
борпылдақтың айтылған егістерді жақсы көреді. Соның ішінде мақта егістігінде зиян келтіреді. Қолайлы жағдайлар туындағанда арамшөптің биіктігі 120 сантиметрге дейін жетеді және қатты бұтақтайды, ал керісінше жағдайда оның биіктігі 15-20 сантиметрге дейін өседі. Қызылша гүлтажы тек қана тұқымдары арқылы көбейеді. Бір өсімдіктің өзі 500 мың тұқым береді. Өсімдіктің пісіп жетілуі біркелкі емес, әркелкі болып, жаздың екінші жартысынан бастап бірінші суық түскенге дейін жалғасады. Жерге шашылған тұқымдар қыстап шыққаннан кейін көктемде топырақпен азғана жабылған жағдайда салыстырмалы жоғары температура 20 градус Цельсиясында көктеп шығады. Ал топырақтың 5 сантиметр тереңдігінде жатқан тұқымдар жоғары температура 22-26 градус Цельсиясында көктеп шығады. 5 сантиметрден тереңгі кеткен тұқымдар көктеп шықпауы мүмкін, бірақ 5 жылға дейін өнгіштігін жоғалтпайды. Кәдімгі жұмыршақ сабақ тамырлы қыстаушы біржылдық арамшөп болып саналады. Жапырақтары кезектесіз орналасқан, гүлдері майда, гүл жапырақшалары ақ, жемісі сабақ қабықшалы, тұқымдары майда. 1000 тұқымның салмағы 0,1-0,2 грамм аралығы. Тұқымдарын өсіп шығуының ең төменгі температурасы 1-2 градус Цельсиясы, тиімдісі 15-26 градус Цельсиясы. Тұқым өнімділігі бір өсімдікті 27 мың тұқым, тұқымның өну тереңдігі 2-3 сантиметр. Өнгіштігінің топырақтағы 35 жылға дейін жоғалтпайды. Ақ алабота тұқымдас біржылдық арамшөптер қатарына жатады. Ақ алабота Қазақстанның барлық аймағында тараған. Қоректік заттары аз, құрғақ топырақтарда ақ алабота өте кіші және аз бұтақталады. Ал қоректік затқа бай, ылғалдылы топырақта оның сабағының биіктігі 1,5-2 метрге дейін жетеді. Жақсы дамыған бір өсімдік 100 мыңға дейін тұқым береді. Бір өсімдіктің өзінде әртүрлі үлкендіктегі және түстері әртүрлі тұқымдар болады. Олардың негізгі бөлігі пішіп жетілісімен төгіледі. Қыстап шыққаннан соң олардың өнгіштігі жоғарылайды және ол созылыңқы жүреді. 0,3-0,5 сантиметр топырақ тереңдігінде жақсы өніп шығады. Ал 2 сантиметр тереңдіктен төмен болса, оның шығуы қиындау болады. Ақ алабота тұқымының көп бөлігі жануарлардың асқазанына өтіп, олардың қиы арқылы топыраққа түсіп, өнгіштігін жоғалтпайды. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.